Күйеуім екеуміз әдеттегідей мектеп жақындап қалғандықтан балаларды киіндіруге сиыр сатамыз деп құрықпен ұстап даладан сиыр әкелдік. Көршілеріміз де қол ұшын беріп сойысып жатыр. Ал одан кейінгі басты шаруа бұл әрине шекқарын. Шекқарының ұлтаварының майы өте көп екен. Ең бірінші сол жердегі майын осып алып тастадым, өйткені боқ тиіп кетуі әбден мүмкін. Мынау міне аш-шектері. Аш-шектерінің майын молырақ алдым, өйткені олар кейін қарай айналдырған кезде ол май кедергі келтіріп, кейін қарай шекті айналдыртпайды. Майды молырақ алып тоқшекке келдім. Тоқшекті жүйелу ең қиынның қиыны. Бұл тоқшектің майы деген семіз сиыр болғандықтан өте көп, өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай міне молырақ алдым. Егер алынбаса, әрине тоқшек мүлдем айналмай қалады. Ал аш-шектерді қолыма ұзыннан жинап алып, суды құйып 2-3 қайтара шайып төктім. Аш-шектерді әрине шаю өте оңай. Онымен қоса ұлтаварды да солай майын молырақ алып, ішіне суды көп шлангіден құйып шайып тастадым. Және ұлтаварды айналдыру мүмкін емес, ұлтаварды кесіп тастадым. Міне тоқшектің де кезегі келді. Тоқшекті 2-3 қайтара 4 ретте шайсаң артық болмас. Тоқшектің бұғы қою болғандықтан ол шайыла бермейді. Молырақ шаю қажет. Ал қарын бұл сиыр болғандықтан үлкен қарын болады. Үлкен қарынның ішінде әрине үлкен боғы болады. Оны 2 адам төгу мүмкін емес, сондықтан молырақ ойып кесіп алып, қарынның боғын алып тастау қажет. Ал мынау көрсетіп тұрғаным бұл тәтті қарыны. Бәріңіз білесіздер, тәтті қарынды жеген өте дәмді. Оның етке асуға, қосуға да болады. Ал қарынды әбден молырақ аузын ашып кесіп алып, күрекпен боғын көсіп азайттық. Боғын көсіп азайтқаннан кейін төңкеріп бүткіл қалталарындағы боқтарын тазартып тастадық та үлкен қадаға ілдік. Қадаға ілгеннен кейін крандағы суды ашып жіберіп шлангымен молынан шайдық.